Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін мен сіздермен бірге Whoopie Pie торт дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін үзбей қараңыз, керемет рецептімен танысатын боласыздар. Ал енді видеоны қарамай тұрып, менің каналыма жазылмаған болсаңыз, әлде жазылып, лайк басып, қолдау отыруларыңызды сұраймын. Ал бисмилля, кеттік. Ол үшін мен 7 жұмыртқа, 180 грамм қант, 250 грамм ұн, 100 граммдай какао, қопсытқыштан 20 граммдай, және де Қазақстан шоколадынан 2 штук, 150 грамм сары май алдым. Сосын креміне 500 граммдай сливки, 125 грамм сахарный пудра және 200 грамм творожный сыр. Шоколад пен сары майды осылай бөлек үлкен ыдысқа су құйып ерітіп аламыз. Былғап тұрамыз. Былғап тұрған кезде ғана бір келкес осылай тегіс еритін болады. Енді бұл шоколадымызды суытып қойып, біз бисквитін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамен секерімізді әбден ақ көбікке айналғанша соғып аламыз. Одан кейін оған шоколадты құйып, тағы да араластырамыз. Кәдімгі шоколадный бисквит дайындайтын боламыз. Мінекей біздің жұмыртқамыз, яғни тестіміз жартылай дайын болды. Енді ұнымызды дайындап аламыз. Ұнға какаоны және қопсытқышты қосып, әбден шөйін араластырып аламыз. Бір келкі араласқаннан кейін қасықпен бөліп отырып, жұмыртқаның үстіне салып, миксерлеп алатын боламыз. Мен осы жерде 3 бөліп салдым. Енді дайын болған тестімізге формасын дайындаймыз. Пергамент қағазда осылай, егер осындай формаларыңыз болса, бірінші кигізіп, із қалдырып аламыз, яғни қағазға. Мінекей көріп тұрғаныңыздай менің қағазымда ойық дөңгелек із қалды. Енді оны бірінші табаға қойып аламыз. Одан кейін барып үстіне тестімізді құятын боламыз. Ал егер ондай формаларыңыз болмаса, онда ештеңе етпейді, қағазға дөңгелетіп карандашпен сызып алсаңыз болады. Пешім 180 градуста қызып тұр. Тестімізді пешке салып 5-6 минутта пісіріп аламыз. Енді корждарымыз піскеннен кейін, егер сізде осындай форма болса, барлығын бір размерге кесіп алыңыз, немесе бір ыдыспен пышақпен ақ кесіп алуға болады. Менде 4 штук корж шықты. Енді сливкиімізді әбден қою болғанша миксерлеп аламыз. Өте ұзақ соғыңыздар, сұйық болып қалмау керек. Сосын оған творожный сыр мен сахарный пудраны қосып, ол үшеуін әбден соғып аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын, өте қою. Осы кремімізге арнап насаткамен пакетім дайындап алып жатырмын. Менде насатка кішкентай болып қалды. Сіздер одан үлкендеуін алсаңыздар, өте әдемі шығады. Яғни тортымыздың шариктері үлкен болса, әдемі болады. Осындай ыдыс, арнайы ыдыс немесе тарелкаге коржымызды қойып, креммен бірінші айналдырып, шариктерін жасап аламыз. Дәл видеода көріп тұрғанымыздай. Шектерін болғасын ортасына жағамыз кремді. Және де айта кетейін, крем бір жағы жұқа, бір жағы қалың болып кетуі мүмкін. Сондықтан жұқа жағына тағы да жағып жіберіңіз. Бәрі бір тегіс болсын. Одан кейін екінші коржымызды қойып, шариктер шығыңқы болу үшін үстінен басамыз. Мінекей барлық корждар мен кремдерімді жайғастырып болғасын, ең бетіне қалған шоколадымды жайып жатырмын. Аккуратно жаямыз, жан-жағына көп ағып кетпеген дұрыс. Енді дайын болған тортымызды шоколадты қатқанша тоңазытқышқа қоя тұрамыз, және де бетіне оформлениесін дайындаймыз одан кейін. Менде жемістерден бір мандарин және бір киви бар екен. Соларды кесіп, оформлениесін дайындап жатырмын. Мінекей 3 бұрыш пішінде барлығын кесіп шығамын. Мінекей торттың шоколады да қатты. Енді безендіруімізді жасаймыз. Тортты безендіруді әркім әрқалай, әркім өзінің көңілі қалағандай жасайды. Мен жеміс-жидектермен безендіремін. Тестіңізден жаңағыдай кішкене дөңгелек корждар жасап безендірсеңіз де болады. Егер креміңіз ауысып безендіруге пайдаланатын болсаңыз, насатканың гүл секілді түрін аламыз. Және де менде де азғантай моншақтар қалған екен, тәтті моншақтар. Оны да пайдалануды жөн көрдім. Өте әдемі шығады. Ал мінекей біздің Whoopie Pie'іміз өте әдемі, өте жұмсақ, дәмді, керемет шықты. Енді сіздерге де видео ұнады деген ойдамын. Менің рецептіммен дайындап көріңіз. Сізге ұнайтынына 100% сенімдімін.
Достар, мені қолдап каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басып және де комментарийға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау, сәлемет болыңыздар.